Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мүмкіндіктер тармағы. Сабағымыздың мақсаты мүмкіндіктер тармағын құрып үйрену. Нөмірі 1 мысал. Ұлдар мен қыздар кезектесіп отыратындай Нұрай, Марат, Торғын және Серікті орындыққа қалай отырғызса болады. Берілгенді пайдаланып барлық мүмкін болатын нұсқаларды жаз. Ұлдарды О деп, қыздарды Қ деп белгілеп аламыз, яғни ұлдар мен қыздардың кезектесіп отыратындай, яғни қыз, ол немесе ол қыз деп кезектесіп отыратындай мына 4 баланы отырғызу керек. Мұнда міне бірінші Нұрайдан бастаған. Нұрай, сосын Марат, сосын Торғын, сосын Серік отырғызылды. Міне қыз, ол, Енді міне тағы да Нұрайдан бастайық. Яғни ол қыз, демек келесі ұл болу керек. Бізде ол Серік. Демек бұл жерде Серік отырады. Енді бұл жерде Торғын, ол қыз, және Марат, ол ұл. Енді Торғыннан бастасақ, қыз, онда Марат, ол отырады. Одан кейін Нұрай отырады, қыз бала, және Серік, ол бала. Енді қайтадан Торғыннан бастасақ, ол қыз бала, Серікті отырғызамыз. Сосын Нұрайды отырғызамыз. Сосын Маратты. Енді егерде ұл баладан бастасақ, яғни Мараттан, онда келесі, мысалы Нұрай, одан кейін Серік, одан кейін Торғын. Енді қайтадан Маратты алатын болсақ, мұнда енді Торғын отырады. Бұл жерде Серік отырады. Бұл жерде Нұрай отырады. Енді Серіктен бастасақ, ол ұл бала, мысалы Нұрай отырады. Марат, Торғын. Серіктен қайтадан бастасақ, мұнда енді Торғын отырады. Яғни біз мүмкін болатын бірнеше нұсқаны жазып отырмыз, Сонда балалар қараңдар. Мысалы, біз Нұраймен бастаған кезде, Нұрай бірінші отырған кезде бізде Нұраймен қанша нұсқа шықты? 2 нұсқа шықты, Торғынмен де 2 нұсқа шықты, Маратпен де 2 нұсқа, және Серікпен де 2 нұсқа шықты. Сонда барлығы 2-ні 4-ке көбейтеміз. Сонда барлығы 8 нұсқа шықты. Яғни балалар 8 түрлі отыра алады, әр түрлі. Мысалы, бұл сызбада да көрініп тұр мысалға. Жаңағы біз айтқанда, Нұраймен 2 нұсқа шығып отыр. Маратпен 2 нұсқа, Торғынмен 2 нұсқа, және Серікпен 2 нұсқа шығып отыр, әр қайсының. Мүмкіндіктер тармағын әр түрлі орналастыруға болады. Дәптеріңе мүмкіндіктер тармағын сал және толтыр. Қазір Мараттан бастаймыз. Бізде әлі кезектесіп отыр керек, қыз, ол деп, немесе ол қыз деп. Демек, бірінші Марат бізде ол. Демек, Мараттан кейін қыз отыру керек. Мысалы, бұл жерде Нұрай. Демек, Нұрайдан кейін ол отыру керек. Серік. Серіктен кейін қыз отыру керек. Демек, Торғын, Торғын отырады. Бұл жерде Серік, бұл жерде Нұрай. Келесі. Енді Серік бізде міне ол. Демек, келесі қыз бала отыру керек. Мысалы, бұл жерде Нұрай. Бұл жерде Торғын. Нұрайдан кейін Марат, сосын Торғын. Бұл жерде Марат, сосын Нұрай. Келесі. Енді бұл жерде қыз баладан басталып тұр. Демек, бұл жерде ұл отыру керек. Мысалы, бірінші Марат отырады. Одан кейін Нұрай, одан кейін Серік. Немесе Торғыннан кейін Серік, одан кейін Нұрай, одан кейін Марат. Енді Нұрай отыр, мұнда қыз бала. Демек, бұл жерде ұл бала отыру керек. Мысалға, Серік отырады, Серіктен кейін Торғын, одан кейін Марат. Немесе бірінші Марат, Нұрайдан кейін Марат, одан кейін Торғын, одан кейін Серік отыру мүмкін. Екінші сызбадан төмендегі орналастыру мүмкіндіктерін тауып, қызыл түспен қоршапсыз. Яғни міне, осы мүмкін болатын мүмкіндіктерді табайық. Яғни бірінші бізде Марат, одан кейін Нұрай, одан кейін Серік, одан кейін
торғын. Яғни бұл бірінші, яғни Мараттан басталып тұр. Келесі Серіктен басталған. Серіктен кейін торғын, одан кейін Марат, одан кейін Нұрай. Келесі Нұрайдан басталып тұр тармағымыз. Яғни бұл жерде Серік, торғын және Марат. Енді екінші сызбадан төмендегі орналастыру мүмкіндіктерін тауып, көк түспен қоршапсыз. Бірінші бізде торғын. Торғыннан кейін не? Серік, одан кейін Нұрай, одан кейін Марат орналасып тұр. Енді Серіктен басталып тұр. Одан кейін не? Жаңағы біз Нұрай, Марат, торғын. 2, 7, 9 цифрларын пайдаланып, қанша екі таңбалы әртүрлі сан құрастыруға болады. Бұл сандарды цифрлар қайталану мүмкін. Тапсырманы әртүрлі тәсілдермен орында. Мысалы, бірінші тәсілі мүмкін нұсқаларды таңда дейді. Мысалы, бірінші бізде 2 тұр. Бізге айтады, цифрлар қайталану мүмкін. Демек, мысалы, бұл жерде 22, бұл жерде 77, бұл жерде 99 болуы мүмкін. Немесе бұл жерде мысалы 27, 72, 92. Немесе бұл жерде 29, 79 және 97. Мысалы осындай екі таңбалы сандар. Енді мысалға мүмкіндіктер тармағының сызбасын құру арқылы құрастырады. Мысалы ондықтар. Ондықтар бұл жерде 2, бұл жерде 7, бұл жерде 9. Енді бірліктерді қоямыз. Мысалы, қайталануға болады де 2, келесі бізде 7, немесе 9. Яғни сонда 2 мен бізде 3, 2 таңбалы сан шықты. 7 мен 7, 2, 9. 9 бен 9, 2, 7. Сонда әр қайсымен бізде 3 нұсқа шықты. Сонда барлығы қанша? 9 нұсқа шықты. Нөмірі 4-ші есептерді шығар. АБ кесіндісінің ұзындығы 5 см-ге, ал СД кесіндісі 25 см-ге тең. Қай кесінді қайсынан қанша есе ұзын? АБ кесіндісінің ұзындығы 5 см деді. СД кесіндісі 25 см-ге тең. Енді екеуі, яғни қай кесінді қайсынан неше есе ұзын дейді. Алдыңғы сабақта қайталадық, яғни қай кесінді неше есе ұзын екен табу үшін біз оны бөлу арқылы табамыз. Яғни үлкен санды кіші санға бөлеміз. Сонда 25-ті 5-ке бөлеміз. Сонда 5. Сонда жауабы СД кесіндісі АБ кесіндісінен 5 есе ұзын. Келесі. АБ кесіндісінің ұзындығы 5 см-ге тең, СД кесіндісінің ұзындығы 25 см-ге тең. СД кесіндісі АБ кесіндісінен неше сантиметрге ұзын? Бұл жерде жай ғана ұзын болғандықтан біз оны азайту арқылы табамыз. Яғни үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Яғни 25-тен 5-ті азайтамыз. Сонда жауабы СД кесіндісі АБ кесіндісінен 20 сантиметрге ұзын. Келесі Б. Бір сөреде 5 кітап, ал басқа сөреде одан 4 есе артық кітап бар. Екі сөреде барлығы неше кітап бар? Барлығы неше кітап бар дейді. Бізге бірінші, екінші сөредегі кітаптар санын табу керек. 4 есе артық болса не істейміз? Көбейтеміз. Яғни 5-ті 4-ке көбейтеміз. Сонда 20. Енді не істейміз? Бірінші сөредегі кітаптар мен екінші сөредегі кітаптар санын қосамыз. Сонда 25. Сонда жауабына жазамыз. 2 сөреде барлығы 25 кітап. Нөмірі 5-ші мысал. Есепте 8 дециметр квадрат қосылған 49 дециметр квадрат.
яғни шамаларды шамаларға қосқан кезде шама шығады, яғни 8-ге 49-ды қоссақ қанша болады? 57. Сонда 57 дециметр квадрат деп жазамыз. 9 сантиметр квадрат көбейтілген 4. Шаманы санға көбейткенде шама шығады. Яғни 9 4-ке көбейтсек 36, сонда 36 сантиметр квадрат дейміз. 40 метр квадрат бөлінген 5. Яғни шаманы санға бөлгенде шама шығады. Яғни 40-ты 5-ке бөлсек 8, сонда 8 метр квадрат. 500 сантиметр квадрат алынған 235 сантиметр квадрат. Қанша болады? 265 сантиметр квадрат шығады, Нөмір 6-шы мысал, балалардың бұйым жасау үшін қиып алған қағаздардың ауданын палетканың көмегімен есептеңдер. Балалар, палетка деген не екенін білеміз. Палетка шаршыларға бөлінген мөлдір пластина, яғни мына әр шаршының қабырғасының ұзындығы 1 сантиметрден. Яғни бір шаршының ауданы 1 сантиметр квадрат. Ал мына толық үлкен шаршының ауданы, яғни 1 дециметр квадрат. Міне менде палетка бар. Менің палеткам шамамен осындай. Не істейміз? Енді палеткамызды осы суреттің бетіне қоямыз. Енді толық шаршыларды санып шығамыз. Яғни не? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Мысалы, 23, 24. Бұлда 25. Толық шаршы бар бізде. Мен шамамен айтып тұрмын, өйткені сіздердің менің экран мына жерде берілген палеткам сіздердің қолдарындағы палеткадан бөлек болуы мүмкін. Мен тек қана ауданды қалай санаймыз, соны көрсетіп отырмын. Жартылай шаршыларды санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Бірінші бұйымның ауданын табу үшін бізде толық 25 шаршылар болды және 16, 16-сы жартысын болғаннан кейін біз 16-ны 2-ке бөлеміз. Сонда біз мына бірінші бұйымның ауданын таба аламыз. Яғни 25 дегеніміз толық, палеткадағы толық бүтін шаршылар. Ал 16 бөлінген 2 дегеніміз, бұл 16 дегеніміз жарты шаршылар. Яғни толық емес шаршылар. Сонда осы екеуін бүйтіп қосқан кезде біз шамамен осы берілген бұйымның ауданын табамыз. Сонда 16-ны 2-ке бөлсек 8, 25-ке 8-ті қоссақ 33 болады. 33 сантиметр квадрат деп жазамыз. Енді дәл осы палетканы қойып, өздерің осылай мына 2 бұйымның ауданын тауып көріңдер. Мысалы, бізде міне қара, бөкебай, жасыл, бөкебай, көк, тақия, ақ. Мысалы, көк, тақия, ақ, тақия, және сары қолғап, немесе қызғылт сары қолғап бар, Енді осылардан мүмкін болатын 3 заттан құралған, яғни жиынтық жасау керек, Мысалы, бірінші бізде қара, бөкебай, одан кейін көк, тақия болуы мүмкін, немесе одан кейін сары қолғап. Осындай 3 бұйымнан жасалған жиынтық жасауға болады. Немесе қара, бөкебай, одан кейін ақ, тақия, одан кейін қызғылт сары қолғап жазсақ, онда осындай жиынтық болады, қара бөкебаймен. Енді жасыл бөкебаймен көк, тақия және сары қолғап. Немесе ақ, тақия және қызғылт сары
қолғап. Енді көк тақиямен. Көк тақиямен мысалға бізде қара бөкебай болуы мүмкін, сосын бірге сары қолғап. Немесе көк тақия, жасыл бөкебай. Келесі қызғылт сары қолғап. Ақ тақиямен. Мысалы, ақ тақия, қара бөкебай және сары қолғап. Немесе ақ тақия, жасыл бөкебай және қызғылт сары қолғап. Сары қолғаппен қара бөкебай немесе көк тақия, немесе жасыл бөкебай және ақ тақия. Қызғылт сары қолғаппен қара бөкебай және көк тақия, немесе жасыл бөкебай, ақ тақия. Бізде әрқайсынан екеу шықты. Бізде барлығы 6 бұйым, 6-ны 2-ге көбейтеміз. Сонда бізде барлығы 12 нұсқа шықты. Нөмірі 8-ші. Мысал, кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығарып, біріншімен астына оқиық. Барлық заттың құнын білу үшін, бір заттың бағасын санына көбейту керек. Сатып алынған, яғни құнын білу үшін бағасын санына көбейтеміз. Енді сатып алынған заттың санын білу үшін барлық заттың құнын бір заттың бағасына бөлу керек. Яғни санын білу үшін құнын бағасына бөлеміз. Келесі, бір заттың бағасын білу үшін барлық заттың құнын оның санына бөлу керек. Яғни бағасын білу үшін құнын бөлеміз санына. Енді осы кестеге қарап есеп құрастырайық. Яғни қарындаш бізде қарындаштың бағасы 9 теңге тұрады. Саны бізге белгісіз. Ал құны бірінші қарындаштікі, бағасы 9 теңге. Саны белгісіз, ал құны 45 теңге. Енді құнын санын қалай табамыз дедік? 45-ті 9-ға бөлеміз, сонда 5. Сонда 5 қарындаш алынған екен. Келесі ұштағышты қарастырайық. Ұштағышта бағасы саны белгілі, құны белгісіз. Яғни ұштағыштың бағасы 6 теңге тұрады біреуі. Осындай 5-еу сатып алынса, сонда оның құны қанша болады? Қалай табамыз құнын? 6-ны 5-ге көбейтеміз. Сонда 6 ұштағыштың құны 30 теңге екен. Келесі бұл не? Түрлі түсті қағаздар, бағасы бізге белгісіз, саны 8 дана, құны 40 теңге. Яғни саны 8 дана, бағасы бізге белгісіз, оның құны 40 теңге. Енді бағасын табу үшін 40-ты бөлеміз 8-ге. Сонда тең болады 5 теңге. Түрлі түсті қағаз 5 теңге тұрады. Нөмірі 9-ші мысал, тиімді тәсілмен есепте. Мысалы 5 қосылған 39 қосылған 95. Тиімді тәсіл дегеніміз, яғни есепті жылдам, яғни амалдарды жылдам есептеу. Біз білеміз, қосудың қандай қасиеті бар, яғни қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді. Демек, мен қосылғыштарды орнымен ауыстыра аламын. Енді тиімді тәсіл дегеніміз, мен мысалы 5 пен 95-ті қосып алғым келеді. Неге? Өйткені одан толық жүздік шығады. Сол кезде маған қосуды орындау оңай. Мысалы 39 қосылған 95-ке 5-ті қоссақ 100. Енді 39 100-ге қоссақ 139 болады. Мысалы келесі 6 қосылған 98 қосылған 94.
яғни 6 мен 94-ті біріктіріп аламын. 6 мен 94-тің қосындысы 100. 100-ге 98-ді қоссам, яғни 98 қосылған 100. Сонда қанша болады? 198 болады. Келесі 205 қосылған 199 қосылған 295. Не істеймін? Мына екеуін біріктіріп аламын. Мен неге мына екі санды таңдап отырмын? Өйткені екеуде 5-пен аяқталады. Ал біз білеміз, 5-ке 5-ті қоссақ 10. Демек, санның бізде бұл жерде толық 100-дік шығатынын біліп отырмыз. Сондықтан біз бірінші 205-ке 295-ті қосып аламыз. Содан кейін барып 199-ті қосамыз. 205-ке 295-ті қоссақ 500 болады, 500-ге 199-ді қоссақ 699 болады. Келесі 106 қосылған 198 қосылған 594. 106 мен 594-ті бірінші қосып аламын. Содан кейін 198-ді қосамын. 506 мен 594-тің қосындысы, 106 мен 594-тің қосындысы қаншаға тең болады? 700-ге. 700-ге 198-ді қосамыз, сонда 898 болады. 10-шы мысал, сыныпта 29 оқушы бар. Олар хауызға және сурет үйірмесіне барады. 16 оқушы хауызға да сурет үйірмесіне де барады. 3-еуі тек сурет үйірмесіне, ал 5-еуі тек хауызға барады. Қанша оқушы хауызға да сурет үйірмесіне де бармайды? Яғни 5 оқушы хауызға ғана барады, 3 оқушы сурет үйірмесіне. Ал 16 оқушы хауызға да сурет үйірмесіне де барады. Сыныпта барлығы 29 оқушы. Енді қанша оқушы хауыз сурет үйірмесіне баратын көрейік? Барлығы. Яғни сонда 16 қосылған 5 қосылған 3 дейміз. Сонда бізде қанша болады? 5 пен 3-тің қосындысы 8-ге тең. 16-ға 8-ді қоссақ 24. 24 оқушы үйірмеге барады екен. Енді сыныпта 29 оқушы. 29-дан 24-ті аламыз. Сонда 5 оқушы. 5 оқушы хауызға да сурет үйірмесіне де бармайды.